Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі сабағымыз 106 сабақ, пайыздар деген 4 сынып. Енді бірінші есепке қарайтын болсақ, қалдықпен бөлуді орында деген екен. Қалдықтарды өз суретімен орналастыр, сонда сен тірі организмдердің өзара және қоршаған ортамен әрекеттесуі туралы ғылым қалай аталатынын білетін боласың дейді. Қазір қалдықпен есептерді шығарамыз, әріптерді өз суретімен жазамыз, сонда атауы шығады. Ал ендеше бастайық. Номері бірінші есеп дедік. 95 бөлу 3. К деген әріппен белгіленеді бұл. Келесі 104 бөлу 5. О деген әріппен. Мінекей бәрін жазып алдық. Енді осы есепті шығарамыз. 95-ті 3-теге бөлу үшін бірінші 9-дан қайырып аламыз. Нешеден береміз? 3-тен беретін болсақ, 9 азайту 0, 5 түседі. Әрине 1-ден береміз. 3, онан жақындасып болған екен 2. Сонда қалдығы 2 қалдық болды. Осылай есепті шығарамыз. 10-нан қайырыламыз. 2-ден бізде қалдығы 4 қалдық болды. Бұл есеп 100. Әрине 9-дан береміз. 925 қалдығы 25 қалдық болды. Келесі 7-ні көбейту кестесіне 55-ке жақын. Бізде әрине 7 болады. 49 болады. Азайтатын болсақ, 5-тен 9 азайтамаймыз, қарыз береміз. 15-тен 9 алатын болсақ, 6 болады. Қалдығы. Есептің бәрін шығарып алдық. Енді осыны өз суретімен жазып шығайық. Өз суретімен жазған кезде ең алдымен бірінші кішкентай санды табатын боламыз. Ол жерде ең кішкентай сан қалдықтарды өз суретімен орналастырған. Қалдығы ең кішкентай бізде 1 қалдық деген ең кішкентай. 1 қалдық жазып аламыз. 1 деп жоғарғысына деген әріпті қояйық. Екіншісі бізде 2 қалдық дейді. 2 қалдық. 2 К деген әріп. Тағы да бізде келесі қалдығымыз бізде 4 деген сан екен. О әрпі. Келесі санымыз бізде 5 деген санымыз. Міне бәрін жазып шықтық. Бізде қандай сөз шықты? Экология. Экология деген бірінші есебіміздің жауабы осылай болады екен. Ендеше екінші есебімізге қарайық. Тапсырманы орында депті. Фигураның боялған бөліктерін бөлшек түрінде жаз, және асы бөлшек түрінде жаз деген екен. Бөлшек түрінде жазып шығайық. Номері екінші есеп. Бірінші саналатын болсақ, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 бөлігі бар екен. 12 қате санадым әлем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дұрыс 12. Жазып аламыз. 12. 12-сына боялған бөлшегі бізде 3 қарап тұрғанызда 3 деп жазамыз. Бұл бізде екінші есептің асы. Келесі енді санайтын болсақ, бұл жерде барлығын санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 бөлік бар. 24 нешеуі боялған. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлігі боялған екен. Міне жазып алдық. Енді бізде 3 бар, 1 боялған. 3-те 1 болады сонда. 3-те 1. Келесі дөңгелекшенің ішінде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-дің ішінде 5-еуі бөлініп боялған екен. Біз оны қалай жазамыз? 8-де 5-і боялған. Асы осылай шығады. Енді әсін шығаруға кірісейік. Әсінде
6 бөлінген 8-ден делінген екен. Бұны қалай жазамыз? 6 бөлінген 8, 6 бөлу 8. Бұны біз жазамыз 6-да 8. Немесе 8-де 6 деп аламыз. Келесі 12-де 25 делінген екен. Жазамыз 12 бөлу 25. Тен астына 25 жазамыз, 12 жазамыз. Келесі бізде 7 көбейтілген 90 екен. Тен дейміз, астына 90 деп жазамыз, үстіне 7 деп жазатын боламыз. Келесі 1 бөлінген 100 екен. Тен 100-де 1 деп аламыз. Келесі 4 бөлінген 100 екен. Тен деп аламыз да, 100-де 4 деп аламыз. Бізде үшінші есеп берген тапсырманың орында пайыз белгісін пайдаланып бөлшектерді пайыз түрінде жаз деген екен. Біз мұны қалай жазамыз? Номері үшінші есеп. Пайыз түрінде жазу керекпіз. Қалай жазамыз? Бізде 100-де 4 деп берілген. Тен біз бұны 4% деп аламыз. Міне, пайыз түрінде алу керек болса осылай. Келесі мысалы 25, 100-де 25 дегенде, бұны біз тен деп аламыз да, 25% деп аламыз. Келесі 100-де 38 делінген. Бұның пайызы әрине 38%. Келесі бізде 100-де 59 екен. Тен бізде әрине бұл 59% болады. Төртінші есепке қарайтын болсақ, диаграммаға қара, мұндағы қоршаған ортаны ластау көздерінің көрсеткішін бөлшек түрінде жаз делінген екен. Енді қарасаңыздар, мына жерде бөлшекті түрлі түспен бөліп қойған ғой. Қызыл, көк, жасыл, сары мен дегендей. Енді бұның мағыналары металлургия өндірісі бізде 46% екен. Міне 46%. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы деген бізде ол 4% екен. 4% химия өндірісі бізде 27% екен. Жасыл бөлікті алып тұр. Енді біз осыны бөлшек түрінде жазуымыз керек. Оны қалай жазамыз? Әрине бұл қиын емес. Номері 4-ші есеп. Бөлшек түрінде жазатын болсақ, бұны біз әрине міне 4-ші есебімізді бөлшек түрінде жаздық. Міне 100-де 9, 100-де 7 деп жазып алдық барлығын. Түс-түстермен осылай жазасыздар. Енді 5-ші есепке келетін болсақ, шамалар кестесіне қара, үлгі бойынша пайыздың көмегімен 1 сантиметрден 1 метрдің 1 пайызы есептелінеді дейді. Сонда қарасаңыздар, енді 1 метрде 100 сантиметр бар, 1 дециметрде 100 миллиметр бар, 1 центнерде 100 килограмм бар. Енді біз тек қана пайыз ретінде ғана алуымыз керек бұл жерде. Номері 5-ші есебіміз жазбайық. 1 сантиметр тен 1 метрді құрайды. Бұның пайызы 1% алады. 1 миллиметріміз тен 1 дециметрге. Оның пайызы әрине 1% болады. Міне 1 килограммымыз тен 1 центнерге тен 1% деп. Дәл осылай есепті пайыз түрінде ал десе осылай аламыз. 6-шы есеп. Есепті шығар. Арақашықтығы 125 км болатын 2 қаладан бір уақытта 2 автобус бір-бірімен қарама-қарсы 2 бағытқа қарай жолға шықты. Бірінің жылдамдығы 80 км сағатына, екіншісінің жылдамдығы 75 км сағатына. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болады? Бізде 2 жылдамдығымыз белгілі, сағатымыз белгілі, бір арақашықтығымыз белгілі. Енді формулаға сүйеніп есеп шығарайық. Номер 6-шы есеп. Бізде S1-іміз S1 тен бізде 125 километр. Так, V1 тен бізде 80 километр. V2 тен 75 километр сағатына. Бізде уақытымыз белгілі, ол 4 сағат. Біз енді жалпы арақашықтықты табамыз. Шешуі. Енді бұл жерде мен V1 мен V2-ні қосамыз бірінші. Қосу 75-тен 125 болады. Енді осы табылған жылдамдықтарды уақытқа көбейтеміз. Тен бізде 620 болады.
Енді осы табылған уақытта енді мына жердегі біздің ауданымыз арақашықтығымызға бір-бірін қосамыз. 125 қосу табылған 620 тең болады. Бізде бұл қосқан кезде 745 болады. Енді жауабы бізде олардың арақашықтығы 745 километр болды деп жазып аламыз. 7-ші есеп тапсырманы орындап, суретке қара әр түстегі торкөздер санын пайызбен жаз депті. Әсінде шаршыны 10 торкөз өлшеміне бейнеле, 3 түстен тұратын өз өрнегіңді сал, жолдасыңа тапсырманда ұсын дейді. Ал ендеше пайызбен жазайық. 8-ші есебіміз тапсырманы орындап, Серік велосипед тепкені ұнатады. Бұл экологиялық таза көлік. Велотұрақтарда ол коды бар құлыпты пайдаланады. Ол мынадай есеп құрастырды. Құлып 3, 2 және 4 сандардың көмегімен ашылады. Бұл 400-ден үлкен тақ сан екендігі белгілі дейді. Осы санды ата дейді. Енді тақ сан деп айтып тұратын болғандықтан, 400-ден үлкен деп айтып тұрғандықтан, ол әрине 432 десек ол жұп сан болады, 423 деп алсақ тақ сан болады. Болайын деп қалың қазір барам. Не қылды? 9-ші есеп бізде үй тапсырмасы бойынша есептелінеді. 1 минут, 25 минут, 9 минут, 1 сағаттан қандай бөлігін құрайды дейді. Міне 1 минутта бөлеміз 60-та 1-ге. 1 минутта 60 секундымыз бар, міне 60-та 1 деп алдым. Енді 1 минуттың ішінде 25 минут бар. Пайызбен алған кезде осылай болады. 59 минутта бөлеміз 60-та 59. Міне. А варианты. Асы осылай. Асы 1 сантиметрде 100-1 деп алдым, және тең ол 1 пайызға тең. Пайызбен бөлігін құрайды екен. 2 сантиметріміз міне 100-де 2 деп алатын болсам, тең ол 2 пайызды құрайды. 9 сантиметріміз 100-де 9, ол 9 пайызды құрайды. Осылай шығарылады. 9-ші есептің басына келдік. 1 килограмм, 25 килограмм, 87 килограмм 1 центнердің қандай бөлігін құрайды дейді. Біз 9-ды мына асын шығардық, әсін шығардық. Міне бізін 1 килограммда 100-ден 1 деп аласыз, 25 килограммда 125, 87 килограмм 187.